Баршаңызға сәлем. Мен Анауэл Нгамисенге. Лақап-атым механикалық канонбол. Көпшілік күткендей, менің келесі жекпе-жегім 5 сәуірге белгіленді. Мен әлем чемпиондығы үшін күресіп жатырмын, және осы керемет мүмкіндік үшін Nomad Promotionsқа үлкен алғысымды білдіремін. Бұл жекпе-жекте мен IBF және WBO чемпиондық белбеулері үшін әлем чемпионы Жәнібек пен оның туған жерінде қолғап түйістіремін. Бұл менің мансабымдағы ең үлкен жекпе-жек. Жәнібек, мен саған үлкен құрметпен қараймын, бірақ 5 сәуірде сен өз үйіңде нағыз жыртқышпен бетпе-бет келесің. Оның салдарына дайын бол. 5 сәуірде кездескенше механикалық канонбол алға, деп мәлімдеді Жәнібектің франциялық қарсыласы. Ассалаумағалейкум боксер жанкүйерлері. Қалдеріңіз қалай? Қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Көп созбай тақырыпқа оралайын. Айтайын дегенім, Жәнібектің 5 сәуір күні Астана төрінде Барыс Арена спорт кешенінде өтетін жекпе-жегі жайлы. Қазақ бокс тарихында бұрын-соңды болмаған әлемдік деңгейдегі мега бокс кеші болайын деп тұр. Бұл кеште Жәнібектен бөлек Сұлтан Заурбек, Батыр Жүкенбаев, Бахадыр Жалолов және ағайынды Сабырхандар және одан да басқа бокс жұлдыздары өнер көрсетеді деп жоспарлануда. Ағайынды Сабырхандар мен Жалоловтың қарсыластары әзірге белгісіз. Соңғы жаңалықтар бойынша Жалолов пен Иван Дычко шығып қалуы мүмкін деген сыбыстар тараған болатын. Дегенмен, Өзбекстан ұлттық құрамасының бапкері Жалолов Дычкомен кездеспейді. Біз енді 2-3 деңгейлі кездесулер өткізіп, ары қарай титулдық немесе үміткерлік жекпе-жектерге шығамыз деді. Бірақ біздің мақсат Дычко емес деді. Ал енді кештің басты жекпе-жегі Жәнібектің қарсыласы франциялық Анауэл Нгамисенге. Айтарлықтай жетістігі жоқ. 14 кездесу өткізіп, оның 9-ын мерзімнен бұрын аяқтап, ринг төрінде бұрын-соңды жеңіліп көрмеген екен. Жәнібектің де кәсіби рекорды 16-дан 11 кездесуін ерте аяқтаған. Соңғы кездесуін Австралияның Сидней қаласында өткізді. Шулы кездесуде қарсыласы Андрей Михайловичті жақсылап жазасын берген еді. Жалпы сол кездесуден кейін Жәнібектен үлкен кездесу күткеніміз жасырын емес. Карлос Адамес, Ирисланди Лара немесе британиялық Хамза Шираз. Міне осы аталған үштіктің біреуімен жұдырықтасуы керек еді. Бірақ шешім басқаша болды. Британиялық Хамза Ширазбен жекпе-жек бойынша келіссөздер жүргізілгенімен келіссөз аяғына дейін жете алмады. WBC белбеуінің иегері Адамес Саудиядағы бокс кешінде британиялық Хамза Ширазбен айқасып, екеуі тең нәтиже тіркеді. Жәнібектің мына екеуінің де оңай қарсылас деп айтқан сөзінің жаны бар екенін дәлелдеді. Жекпе-жек аса қызықты болмады. Және сол кездесуден кейін Карлос Жәнібекті менімен кездесуден қашып жүр деп айыптағанын да естідік. Кім-кімнен қашып жүргенін ел білмейтіндей. Бір белбеуін құшақтап айырылғысы келмейтіннің әңгімесі болар. Сондай-ақ Жәнібек те өз кезегінде Адамеске жауап берді. Мына Карлостың тұратын ауылында молда бар мекен? Молда болса, оқытып, дем салдырып жіберейік. Кім-кімнен қашып жүргенін білмейтін болар деп мысқылдап жауап берді. Сондай-ақ Жәнібек Канелоға да тиісіп, оны тағы да жекпе-жекке шақырды. Бұйырса 4 белбеуді жинап, салмақ ауыстырып, Бенавидес Канелолармен айқасуға дайын екенін айтты. Қалған 2 белбеуді жинау үшін тегін айқасуға да дайынмын. Маған маңыздысы ақша емес, тарих қалдыру. Қазақ боксында болмаған тарихты жазу, деді Қазақ стайлы. Ал енді 5 сәуір күні барша қазақстандықтарды Барыс Аренада күтетін боламыз. Осы бокс кешінің афишасы жарияланып, билеттер сатылымға шыққаннан кейін билеттің бағасында сөз қылып, аса қымбатқа санап жатқандар да бар. Құрметті ағайын, бұл бокс әйгілі ESPN арнасынан тікелей көрсетіледі және топ рэнктің ұйымдастыруымен болады. Демек, әлемдік деңгейдегі бокс кешінің билет бағасының қымбат болуы бұл заңды. Билеттің жалпы құны 20 мыңнан 244 мыңға дейін барады. Жәнібектен осы белесті өткеннен кейін үлкен жекпе-жек күтетін боламыз. Қазақстанға да әлемдік бокс индустриясы кіріп жатыр. Әрі ол Жәнібек арқылы кіргені біз үшін де қуанышты. Ал достар, жерлестерімізді барынша қолдайық. Ағайында Махмуд Сабырхан мен Төрехан Сабырханның да кәсіпқой деңгейдегі алғашқы жекпе-жектерінде сәттілік тілейміз. Топ рэнктің бақылауында өтетінін ескерсек, бұл жас боксшылар үшін де тамаша мүмкіндік. Танымал промоутерлердің көздеріне түсу үшін. Жалпы қазақ жұрты, жалпы боксер жанкүйерлер Төрехан Сабырханның әлеуетін жоғары бағалап, 18 жаста болса да кәсіби деңгейде
өзін болашақта көрсете алады деп сенуде. Ал достар, жеңісті күндерде жүздескенше Барыс аренада қазақ боксшыларына жанкүйер болайық. Ассалаумағалейкум, баршаңызға. Бізде дайындық ойдағыдай өтіп жатыр. Бұйырса 5 сәуір дайын боламыз. Сіздер келіңіздер, бізді қолдаңыздар. Біз қазақ елін жеңіспен қуантуға барша күшімізді саламыз.